Баршаңызға сәлем достар. Бүгін ет қосылған өте дәмді, оңай жасалатын пирог жасаймыз. Видеоны аяғына дейін қараңыздар. Достар, жасап көріңіздер. Өте дәмді шықты. Жасалуы оңай және тез желінетін пирогтардың бірі. Кеттік, бастайық. Алдымен сары майды саламыз. Оның үстіне бір жұмыртқа саламыз. Қоспалардың барлығын, қанша салу керек барлығын описаниеге жазып қоятын боламын. 3 қасық сметана немесе айран қосуға болады. Бір чайный ложка разрыхлитель және сода қосамыз. Және достар, осындай қолға жабыспайтын қамыр пайда болғанша ұн қосамыз. Осылай жақсылап илейміз. Бізде жұп-жұмсақ қамыр шықты. Енді начинкасына кірсек, фаршты және 2 пияз бен картошка қосамыз. Және тұз, қарабұрыш өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Барлығын қосып, бірге араластырамыз. Начинкасын жақсылап араластырып болған соң, қамырға кірісеміз. Қамырымызды бірдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамыр шығу керек. 2-ге бөліп, ұн сеуіп, домалақ қылып немесе квадрат қылып өзіңіз қалауларыңызша жайсаңыздар болады. Мен домалақ қылып жайдым. Екіншісін жайып жатырмын. Қолға жабыспас үшін кішкене ұн сеуіп жерге болады. Осындай менде біреуі кішкентай қылдым, өйткені бетіне жабамын. Қазір барлығын көрсететін боламын. Енді достар, фаршымызды осылай әдемі етіп орналастырып саламыз. Екінші қамырымызды алып, бетіне әдемілеп жауып, жан-жағын өріп жабыстырамыз. Айналдыра жабыстырып шығамыз. Видеода көрсетілгендей, өздеріңіз қалауларыңызша әртүрлі қылып сәндесеңіздер болады. Және жұмыртқан сарысын осылай біркелкі етіп жағып шығамыз. Қалауларыңызша үстіне мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Мен бүгін кунжут септім. Өте дәмді шықты, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және пеште 180 градуста 45-40 минутта піседі. Достар, бүгінгі рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп кетіңіздер.